Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Камшат Аянқызы, Жамбыл облысы, Тұрар Рысқұлов ауданы Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебінде ағылшын тілі пәні мұғалімімін. Жыл сайын өрлеу, біліктілікті арттыру ұлттық орталығының ұйымдастыруымен өтетін педагогикалық идеялар панорамасына өзімнің сабағымды ұсынамын. 4-ші сынып сабақ тақырыбы Professions. Ұйымдастыру кезеңінде Feelings Dice арқылы оқушылардың эмоционалды көңіл-күйлерін бақылап, зейіндерін шоғыландыру мақсатында кішкене қыздыру жаттығуын жасатып алдым. Жаңа тақырыпты ашу үшін Field of Miracles тәсілін пайдаландым. Бұл тәсіл бойынша мұғалім өткен тақырыпқа қатысты сұрақтар қояды. Әр оқушының дұрыс жауабына экранға бір әріп шығып отырады. Сабақ барысында My Rules Self-Assessment-ті қолдандым. Оқушыларды My Magic Markers анимациясымен кездейсоқ топқа бөлуді ұйымдастырдым. Оқушыларға өте қызықты болды. Жаңа тақырыпта жаңа сөздерді меңгертуге смарт тақта мен суреттерді қолданып, Who is әдісі арқылы кері байланыс алдым. Жаңа сөздерді бекіту үшін домино әдісін қолдандым. Оқушылар топпен жұмыс жасады. Артынан бірден тексеріп, кері байланыс жасадым. Оқушылар өз өздерін бағалап, сызғыштарына бір баларын қосып отырды. Сабақ мақсатына жетуі үшін тыңдалым дағдысына топтық тапсырма берілді. 3 Pieces of Puzzle әдісін қолдандым. Және бұл тапсырмада балалардың қабылдау деңгейіне қарай саралау ұйымдастырдым. Бұл дегеніміз, пазл бөліктерінде арнайы аудиолдар үшін тыңдалым ақпараты, визуалдар үшін ақпаратқа қатысты суреттер, кинестетиктер үшін тапсырманы пазл түрінде жасадым. Пазлды құрастырып біткеннен кейін топ мүшелері тақтаға шығып, пазлдағы ақпаратты сыныпқа ауызша таныстырылым жасады. Әр тапсырмадан кейін оқушыларға кері байланыс беріп, бағалауды ұйымдастырып отырдым. Оқушылар сабақ барысында өз-өздерін сызғыш әдісі арқылы бағалап отырды. Келесі ұйымдастырылған жұмыс ол жұптық жұмыс. Who am I ойыны ұйымдастырылды. Сәйкесінше мамандықтар жайлы ақпаратты оқып, досына Who am I сұрағын қою арқылы жасырды. Жұбы түсініп, дұрыс жауап берді. Әр дұрыс жауапқа бір ұпай алды. Бұл тапсырманы мен ламинатталған көпретті карточкалар арқылы ұйымдастырдым. Жұптық жұмыстан кейін жұпты жұмыста берілген ақпараттарды сыныпқа жалпы сыныппен сұрақ қою арқылы орындап, барлық ақпаратты балалардың түсінуін қадағалап, бекіту тапсырмаларын орындатып отырдым. Осы ретте сұрақ-жауап әдісі сәтті ұйымдастырылды. Бастауыш сыныпта сергектік сәттерін ұйымдастырудың маңыздылығы өте жоғары. Сонымен қорытынды бөлімге де келіп жеттік. Сабақтың қорытынды бөлімінде топқа көрші жайлы мәтін бердім және тапсырманы орындау үшін түрлі суреттер берілді. Оқушылар топпен жұмыс жасай отырып мәтінді оқып, әр адам жайлы ақпараттарды түсініп, суреттерден мәтін құрастырып, тақтаға шығып суреттерге қарау арқылы түрлі адамдар жайлы ақпаратты мәтіннің көмегінсіз суреттің көмегімен өз беттерінше айтып шығулары керек. Яғни бұл тапсырмада оқушылар топпен берілген мәтінді түсініп оқып, сол мәтінге сәйкес келетін суреттерді бір-біріне байланыстыру арқылы пазл құрастырып, соңында топпен сол пазлдағы суреттерге қарап, мәтінді ауызша айтып шықты. Бұл тапсырма арқылы оқушылардың сабақ барысында сыни ойлау дағдыларының дамуына мүмкіндік туғыза алдым.
Сабақтың аяғындағы рефлексияны балалардың қызығушылығын ояту үшін екі түрлі жолмен ұйымдастырдым. Біріншісі додекадр әдісі бойынша, екіншісі name 3 әдісі арқылы ұйымдастырылды. Бұл өте ұтымды шыққан сәттердің бірі болды. Балалар додекадрды лақтыру арқылы өздеріне сәйкес түскен мамандықтар туралы бір сөйлем құрастырып айтып, сабақ аяғында әр оқушы 3 есінде қалған мамандықтарды атап өтті. Оқушылар сабақ соңында өздерін сызғыштарындағы жинаған ұпайлары арқылы бағалап, мұғалімге кері байланыс берді.